Ассалаумағалейкум, құрметті мен көрермендерім. Сіздермен мен Ернар Маратбек Ұлыспабек, жас ағартушы. Құрметті көрермендер, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің павловния ағаштарымды көрсететін боламын. Павловния ағашы немесе адам ағашы. Бұл мен осы 2-3 жыл бойы осы ағаштың Қазақстанға қажеттігі жайында, осы ағаштың ерекшеліктері, артықшылықтары жөнінде айтып жүрмін. Жалпы халыққа жеткізіп, және өзімнің биылғы өскен павловния ағаштарымды көрсетсем деп отырмын. Павловния деген негізінен орыс тілінен енген сөз деп айтады, сол себепті адам ағашы дей берейік. Неге адам ағашы дейді? Өйткені бұл сол адамға көп нелері ұқсайды, өзінің артықшылықтары, жалпы ерекшеліктері, және де осы ағаштың өсуі турасында көптеген сөздер бар. Жақында маған қателеспесем Айқын республикалық газетінен хабарласып, журналист ағаларымыз осы ағаш жөнінде менен біраз мағлұмат алды. Соны жалпы шығарамыз деді. Сонымен қатар мен ол кісілерге Қазақстанда ғылымды дамытпай, бұл саланың павловния ағашының өсуі өте жоғары деңгейде болмайтынын жеткіздім. Енді мына өзімнің биылғы адам ағаштарының өсу қарқынын көрсетейін деп отырмын сіздерге. Мына біреулері мынадай, қателеспесем 1-3 метрдей өсті. Мыналар мына жерде міне 2,5 метрдей өсті. Ар жағында біреу бар, ол да қатты өскен жоқ. Ең қатты өскені мынау болды. Бұлар шамамен 5 метрден асты. Мен енді нақты өлшеген жоқпын, бірақ өзім жобалап тұрмын. Сіздер де өздеріңіздің пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Шамамен қанша метр өсті деп ойлайсыздар? Міне ар жағында өрік тал тұр, оның ар жағында терек тұр. Сіздерге арнайы салыстыру үшін осылай түсіріп жатырмын алыстан. Міне қараңыздар. Мына жерде міне мынадай сарай бар. Сол сараймен де бойын салыстырсаңыздар болады. Енді бұл ағашты бұндай деңгейге дейін бұл қалай өсті? Бұл бір маусымда өсті. Бір маусым дегеніміз, яғни бізде 3 ай. Павловнияның адам ағашының маусымы бұл шамамен осы мынау мамыр айының соңынан басталады, 25-терінен, және осы қыркүйектің басына дейін, яғни 3 ай, ары кетсе 3,5 ай. Сол 3,5 айдың ішінде міне павловния ағаштарының өсу қарқыны міне осындай болды. Және де биылғы бұл ағаштардың ерекшелігі мынаның өсуіндегі. Мен бірде-бір рет суарған жоқпын, құрметті көрермендер, құрметті қандастар. Сенесіздер ме? Бірде-бір рет суарған жоқпын. Өйткені биыл жазда менде жұмыс өте көп болды, шыны керек. Қытайға барып қайттым, оны YouTube арнамда көріп жатсыздар. Одан кейін тағы басқа шаруалармен айналысып жатырмыз. Үлкен-үлкен жобаларды қолға алып қазір. Бір сөзбен айтқанда, бұл ауыл шаруашылық бағытында менде мүлде уақыт болған жоқ. Міне ар жағында ана жерде біздің теплицаның да темірлері жатыр. Оны бірақ теплицаны құруға және оны жасауға уақыт жоқ, шынын айту керек. Ал павловния ағаштарыма мүлде көңіл бөлетін уақыт болған жоқ. Сол себепті бұл суғарылған да жоқ. Дегенмен міне осындай болып өсті. Мен бұған таң қалдым, шыны керек. Негізі суды қатты талап ететін ағаш, бірақ ешқандай да суғарылмай, міне осындай биіктікте өсіп кетті. Міне жанында тұрсақ, міне осындай жапырақтарының үлкендігі міне мынадай. Енді сіздерге жақыннан көрсетейін деп жатқаным, мына ортасындағы мына ортасындағысы мынау. Бұл былтырдан қалып кеткен. Көрдіңіз бе бұтақтарын? Бұларда ешқандай жапырақ жоқ. Бұл былтырдан қалып кеткен, және мен биыл оны алған жоқпын. Соның жанынан шығып кетті ғой, міне көрдіңіздер ме? Жанынан шықты. Мына жақта да сондай. Екінші үлкен ағашымызда да мына ортасында ескісі көрініп тұр ғой өзі. Бұталарында жапырақ жоқ ешқандай оның.
ал жанынан 4-еу шықты. Соның ішінде мына біреуі ең үлкен болып шықты, міне мынаусы. Бұл енді кәдімгі индустриялық бағыттағы, техникалық бағыттағы павлония емес, бұл декоративті павлония болып кетті қазір. Мен өзінің еркіне қалдыра салдым, уақытында болмады. Әрбір жағынан көрейінші дедім, өседі өспейді. Жылда технический срез жасап, былтыр мәселен суғарып, уақытылы сөйтіп жүрген болатын. Биыл өзінің жайына қалдыра салдым, және өсу қарқыны міне осындай болды. Және түбінен осылай 3-4-еуі бірақ шықты. Мына жақта міне қатты өспеді мыналар. Ал мына екеуі әсіресе өте жақсы өсті деп айтсақ болады. Ешқандай сусыз. Осылай үйлеріңізге егетін болсаңыздар, сусыз да өсе береді екен бұл, шыны керек. Басқа аймақтарға өседі ме деген кеше берді журналист ағамыз сұрақ қойып жатыр. Мен айтып жатырмын, иә өседі, бірақ су керек дедім о кісіге де. Бірақ өзім сосын маған қарап, судың да қатты қажет жоқ деп қалдым. Бірақ енді бұл біздің жалпы өзіміздің күткендегі нәтижеміз емес, өткені күткендегі нәтиже негізі бұдан жоғары болатын. Бірақ бір жылда бұл жақсы көрсеткіш негізі. Ал келесі жылы енді ары қарай өсу керек болған ғой. Ары қарай өсу керек болған, бірақ ары қарай өскен жоқ. Керісінше жанынан жаңасы шықты. Ал енді сол бір ағашты өте ұзын қылып өсіріп, ана ар жақта тұрған теректер сияқты қылу, бұл негізі шыны керек оңай шаруа емес. Мына ар жақта теректер тұр ғой. Сол теректерден де 2 есе ұзын болып өседі негізі бұл ағаш. Бірақ ондай қылуға ғылым керек. Оны әзірге Қазақстанда жасай алмай жатыр. Өзбекстанда бірақ өсіп жатыр сөйтіп. Сол себепті құрметті қандастар, мен осындай тың ақпараттармен, пайдалы ақпараттармен бөлісуді бүгін мақсат тұттым мен өзімнің видеомда. Видео ұнаған болса видеоға лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Және ең бастысы видеоны басқа қандастарымызбен бөлісе отырыңыздар. Түк жоқ болғаннан гөрі, ең болмаса осылай өсіріп, екіп қойса, бұның жапырақтары көмірқышқыл газын қатты сіңіреді, оттегін өте көп бөледі. Және өте пайдалы ағаш, ауаны тазартуда әсіресе, жаһандық жылынумен күресуде. Сонымен арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, видеоны тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған жас ағартушы мен Ернар Маратбекұлы Собек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.